Франциядан түрмеден болғанда шыққанда мен қолымда біраз бизнес қалды деп ойласам, қарасам ол бәрін тартып алыпты. Жаңа нотариустан поддельный подпись жасап, Мәскеуде, басқа қалаларда қарасам бәрін тартып алыпты. Тек қана рейдерлік емес, алаяқтық рейдерлік жасаған екен ғой сіз. Иә. Путинмен келісіп, содан кейін кіммен Украинада Януковичпен келісіп, мен бәрін бизнес ұрлап алған. Полиция қосып, КМБшниктер бәрі келіп, өзінің компанияларын құрып, сол жерге бәрін тартып алған. Сонда қазір енді біраз халық бар, сенбей жатыр. Мен қазір халыққа сұрап жатырмын ғой, маған көмек керек, адвокатқа ақша жинап жүрмін деп. Енді біраз адамдар сенбей жатыр. Қалай кеше миллиардтай ақшасы болған. Қайдағы миллиард? Менде миллиард болса, мен жүретін бе осындай халықтан ақша сұрап, жаңа не активистер бар ғой, олардың семьяларының көмектесіңдер, пост жазып жатырмын, ақшаны жинаңдар деп көмек сұрап жатырмын. Менде миллиардта ақша болғанда мен халықтан бірдеңке сұрадым ба? Оның алдында оппозицияда жүргенде мен бір үндеу жасадым ба? Халық менде ақша жоқ деп. Жоқ, мен газетті құрдым, телевидениеде құрдым, партияда қаржыладым, халыққа көмек беріп жүрдім. Жыл сайын 15 миллион доллар жаңа не благотворительность дейді ғой, сондай көмек беріп жүрдім. Қайырымдылыққа шығарып отыр. Иә, ондай уақыт болды ғой. Мен ақшам болғанда, мына билікті бір жылдың арасында құлатады едім, шынымды айтқанда. Оны қалай жасайтын едім? Мен оның алдында халыққа үндеу жасап, бәрін түсіндіріп жатырмын. Ячейка құрыңдар деп айтып жатырмын. 20 мың адам сол ящикқа жиналғанда, арттарына 3-4 адам шақырып, аз болғанда 100 мың адам бір күнде шығады да, оларға басқа халық қосылып, далаға көшеге аз болғанда 500 мың адам шығарады деп, солай үндеу жасап жатырмын, айтып жатырмын, иә? Сол жұмысты жасауға біраз қаржы керек. Европада штаб болу керек. 20 мың адаммен бірге сөйлесу керек қой, көріңіз. Күнде 1 мың адам маған SMS жазса, мен оны оқуға да уақытым болмайды. Көрдіңіз ба? Сол 20 мың адаммен жұмыс жасау керек. Қалай Қазақстанның ішінде жұмыс жасауға болмайды? Оларға қай жерде отыратын, мысалы, офис ашса, квартира ашса, келеді де жауап тастайды, түрмеге отырғызып қояды. Сонымен бізде олардың да биліктің қолы жетпейтін жері болу керек. Ол Европа жақта біраз жігіттерді жинап, мысалы, аз болғанда 50 адам керек. 50 адам на интернетте отырып, сол 20 мың адаммен жұмыс жасау керек. Оған қаржы керек. Сол 50 адамды бір жерге жинап, квартира арендаға алып, содан кейін канал ашу керек, видео. Оған контент екі тілде, қазақ, орыс тілінде контент жасау керек. Содан кейін танымды адам видеоға шығып, бәрін түсіндіру керек. Неге біз халық жиналып, мына билікті құлатуымыз керек? Оны түсіндіру керек. Дұрыс па? Программа жазу керек. Аз болғанда 100 адам на Европада тұру керек. Оларға квартираға тауып, телевизионный канал ашып, болды ғой анда канал К+. Болды ғой. Енді түсінікті, шығын шықпай кірмейді, шығын көп болады бәрі революция жасау үшін. Сонда сіздің сұрағыңызға жауабын айтып жатырмын. Менде қолымда қаржы болғанда, мен революция ешкімнен ақшаны сұрамай жасайтын едім. Қазір жағдай басқа болып жатыр. Келтірмей-ақ баяғыда билікті алатын едім дейсіз ғой. Иә, солай.